Ва'мур ахлака бис-салах. Ей Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам, отбасыңды намазға бұйыр. Вастабир алейха, өзіңде төзімді бол ол намазға дейді. Және бұйырып жүруге төзімді бол. Яғни бұйыру мағынасында пайғамбарымыз айтады: Муру ауладакум бис-салати ва хум абнау саб'a синин. Балаларың 7 жаста болған кезде, 7 жасқа дейін балаңыз патшадай өседі ғой енді. Оған шама келгенше рахымдылықта күллі нәрсе салынады. 7-ге толған кезде намазды бұйырып баста дейді. Бұйрық қалай жасалады? Балам, кел намаз оқып алайық. Балаңыз келеді, қасыңызға тұрады, сіз оқып жатсыз, кетіп қалады, проблема жоқ ода. 7-де осылай бастайсың. 8 жаста да сол жалғасып келе тұр. Тұрақты өте. 1 жыл 8-ге толды, 2-ші жыл кетті. 9 мысалы, сөйтіп 10-ға толды. 10-ға толған кезде енді балаң намазға байсалды қарайтын болсын. 10 жаста егер де 7-ден 10-ға дейін 3 жыл бойы тұрақты түрде сен бір күнін қалдырмай оған үйретіп отқан болған болсаң, 10 жаста ғана хақың бар бұрышқа қоюға дейді. Дүре соғып алсаң дейді. Яғни ол дүре соққанда бір қамшыны алсаң да жетеді өзі. Ақылды болған. Қамшыны алып атсаң болды, олар әншек жығылып атады. Оқып атыр екен ғой дейсің, болды. Ол бағанағы нәрсе сияқты ғой. Ана құрбандыққа шалдың, ол асылы шалынып тұрған жоқ қой. Ол жаңағы ары қарай түсініп оны сабалап кететін деген мәселе емес. Просто сенде де өзіңде жаңағы құрмет бар ғой оның алдында, әке деген. Егер сен оны ұрып атсаң, онда сен өзіңді құрметті ете алмаған адам болып кетесің да. Ол құрметті адамның не керек, мысалы. Сондықтан мәселе жаңағы 3 жыл бойы сен оған үйретесің. Мысалы балаңыз болады, балаңызға айтасыз: балам, намаз оқыдыңдар ма? Ана жақта біреуінікі иә деп шығады, біреуі тағы бірінікі. Біз ол жауаптарға қарамаймыз. Оқып алыңдар, ал тез оқып алыңдар. Сол кезде өзі өтірік айттым ба, шын айтып тұрып бәрі оқып дәретін алып келіп оқып атады. Олардың сөзіне қазір назар аудармаңыз. Сен неге өтірік айтасың оқып алдым деп. Яқуб алейхиссаламға ана Юсуфты апарып құдыққа тастап жіберіп, көйлекті қанға бояп алып келеді ғой. Қасқыр жеп қойды деп. Өтірік, әкесіне үлкен балалар өтірік айтып жатыр. Яқуб алейхиссалам көйлекке қарайды, қан тұр екен көйлекте. Бірақ көйлек мүлде жыртылмаған. Яғни олар күллі тәсілін ойластыра алмай қалған. Яқуб сол жыртылмай тұрған нәрсені көреді да, өтірік айтып тұрған біледі балаларының. Пайғамбар сонда айтады ғой: Раббун әл-Мустаған, Раббымнан жәрдем тіленеді. Сабрун жәмил дейді. Әдемі сабыр ғана керек дейді маған қазір. Әдемі сабыр деген сөз Юсуф жоқ қой. Қашан келеді? Нәтижесі белгісіз нәрсе. Ұзаққа кеткен сабырды Құранда Алла Тағала әдемі сабыр деп атайды екен. Қашан қайтып келеді ол белгісіз? Жоқ. Бірақ ол біледі. Алла Тағала Яқубқа өзіне жаңа сиынып жүрген құлдарының несіне жамандық қаламайтын. Яғни Алла Тағала бір істі бастады, жоспар іске асты. Оның білетіні сол. Соқтан мен сабыр етем, әдемі сабыр. Егер де ол жерде неге өтірік айтасың десе, ана балалар не істейді? 2-ші өтірікті әкеледі, 3-ші өтірікті әкеледі. Сөйтіп оны сен өтірік айтуға да солай үйретесің. Баланың психологиясы ол бір айтып тұрған өтірігін сезе білу керексің. Одан кейін сен неге өтірік айтасың деймін, ол 2-ші өтірік шығарады. Соқтан Яқуб оларға неге өтірік айтасыңдар деген жоқ. Әдемі сабыр керек деді тек. Аналар ішінде уайымдап, жүректерін езгілеп өздері уайымдап жүр қазір. Яғни жүрек өзінен өз ана жақта не істеп жатыр? Жұмыс істеп жатыр. Не істедік біз, не істеп қойдық біз деп. Бар ол құдықта Юсуф жоқ, бір керуен алып кеткен. Сол сияқты жаңа Юсуфты да Яқубтан сұрамай алып кеткен Алла Тағала. Көрдіңіз ғой? Сол сияқты ол Алла Тағаланың сізге әрдайым қалайтын нәрсесі ол жақсылық. Тек сіз әдемі сабыр етуді үйрену керекпіз біз. Сол баланы бұйырған кезде осылай: балам, кел, тұра ғой. Балам, оған төзімді болу керексің. Балам, оқыдыңдар ма? Таң намазынан кейін үйге шығып кеттің, ақшамда келдіңіз ба? Құптанда келдіңіз ба? Сөйтіп балам, намаз оқыдыңдар ма? Дейсің.
деп біреулер бүйтіп қалса, құптану уақыты кірген, кіріп жатыр да. Сіз не дейсіз? Екінді мен ақшамыңды оқыпашы. Түсіндіңіз бе? Өтірік айтқызбайтындай жеткіз. Бәрі екінде ақшам оқымаппын ғой деп ана жаққа барады. Мәселе бұл осылай үйретіледі. Әрдайым осылай үйретіледі, өйткені бұл адам бала күнінен нәпсі деген нәрсе бар іште. Түсіндіңіз бе? Сосын ол өзін ақтайтын кезде өтірікті ойлайды, бір керемет құрал екен деп. Сіз өтірік айтқызбайтындай тәсілдерді ұстаныңыз. Бұл осы сізге Алла Тағаланың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқандай, даналық ол мұсылманға тән нәрсе. Тек оны таба алмай тұрған шығар, тауып алса соныкі дейді ол. Оны екеуін бір-бір үшін жаратқан деп тұр ғой, мұсылман мен даналықты. Сондықтан соны тауып үлгерсеңіз, эмоцияға, жаңағыдай басқа нәрселерге келтірмеңіз.